шақырмадық. Екеуін шақырған себебімді айтайын. Мына біздің заводқа, мына біздің тазик шығаратын заводымызға сонау Америкадан NBC деген канал келе жатыр. Мына біздің заводқа Басеке, ол канал не үшін келе жатыр? Вот соны мен сендерге айтайын деп тұрмын. Мына Қазақстанның 30 жылдығына именно біздің завод таңдап отыр. Тоқташы, Басеке, түсінбей қалдым. Сонда Америкадан біздің тазик шығаратын заводқа келе жатыр ма? Шынымен ба? Неге күлесіңдер сендер? Неге күлесіңдер? Мына біздің завод таңдап отыр. Осына келеді журналистер, бізден сұхбат алады. Қойшы. Сонда Америка біздің тазиктерді алып жатыр ма? Иә, экспортпен шетелге Америкаға жіберіп жатырмыз ғой. Ойбай, оны біздің қазақтар зорға айлыққа қарызға беріп жатыр. Қой, өткіземей жатыр көзімізге. Басеке келеді, бізден сұхбат алады. Жетістік қой бұл деген қазір. Жетістік, престиж ғой біз үшін. Сұхбат болса, енді заводтың басшысы өзіңіз. Өзіңізден басқа кім сұхбат береді енді? Тарихын білесіз, қызығын, шыжығын айтыңыз. Жеткен жетістік. Бірақ олар сұрап отыр. Мына жалақысы ең төмен қызметкерден аламыз дейді сұхбатты. Жалақысы ең төмен? Иә. Кім бізде жалақысы ең төмен? Ең жоғары сіздікі. Одан кейін біздікі. Одан кейін кете береді қарай. Дәнекерлеуші бар ғой, сварщик. Сол аз айлығы. Ең азы сварщиктің айлығы. Вот, сол сварщикті алдырыңдар осында. Не дейді? Сварщик Американың телевидениесіне интервью бере ма, қойыңызшы? Береді, дайындап үлгереміз ғой. Уақыт бар ғой әлі. Ол бар ғой, екі ауыз сөздің басын қосамайды, көзі жыбылық етіп. Шақырыңдар сен көрейін. Басеке позор шығарады ол заводты, мен сразу шақырайын ба? Басеке, именно біздің завод. Мына Қазақстанның 30 жылдығына именно біздің завод. өзіңіз бірдеңе қылып бермесеңіз, анау құртат бірдеңені білдіреді. Бар, дайындап үлгереміз. Дайындамаған. Басекең алдында тұрасың. Боса, тесей. Сұрағына жауап дұрыстап бере. Тесіз кесе. Ровно тұр. Шақырған неге келмесің? Ассалаумағалейкум, жағдайларыңыз жақсы ма? Аш, бетіңді аш жай. Ассалаумағалейкум. Жағдайларыңыз жақсы, үйштеріңіз, бала-шағаларыңыз. Қалай Басеке, жақсысыз ба? Бастық шақырып жатыр деді. О заманда бұл заман сварщикті бастық шақырмады деп зәрем болмады ма? Жай. Ассалаумағалейкум, жағдайларыңыз. Ненан түрі не? Үсті өрімір. Беті күйеге. Ненан түрі? Менің ба? Иә. Сварщик деген енді костюм шалбармен жүрмейді ғой. Сварщик деген костюм шалбармен жүрмейді ғой. Костюм шалбармен. Сварщик деген қандай сварщик көрдіңіз? Ненан түрі қандағыны, көзі қандағыны қарашар жақай. Көзің жыбылықтатпай тұр. Жыбылықтатпа көзіңді. Сваркеге қарай берсің, осында деп қаласың. Мен әдейі істеп жатқан жоқ. Сен шақырған себебімізді айтайын. Мына біздің заводқа Америкадан NBC деген канал келе жатыр. Журналистер. Не істеп тұрсың сен? Қасымбай тұрсай, бастықтың алдында тұрсың ғой. Қасымбай тұр. Ішімде гаммажым бар, қойшы. Қызба демей. Қатын суықтап қалма деп гаммаж киіп жіберген бұған. Американдықтар сенен сұхбат алады. Құрсын, мен Америкаға ештеңе істеген жоқпын мен. Мен жұмысқа барам, жұмыстан келедім. Құрсын. Америка емес, Америка. Жоқ, мен жұмысқа барам, жұмыстан келем, мен не істеймін? Бер қараш, сен түсініп тұрсың ба? Бүкіл қазақ елінің атынан сен сөйлейді. Көзін жыбылықтатпашы, мен де көзім пұлықтап кетіп жатыр. Стоп тұрам. Сөйле. Қойдырамайым. Тыңда сен бер қара. Сен бүкіл қазақ елінің атынан сөйлейін деп жатсың. Американың тілшілеріне Қасымбай тұршы. Ой, рахат ей. Жаным кіріп қалды. Осындай бір жұмыс алу. Сен сұхбат бересің, бүкіл қазақтың атынан сұхбат бересің сен. Ой, мен ешкімге ештеңе істеген жоқпын, құрсын Америка. Бер қара. Тоқта, Америкада адамдар келеді, сұрақ қояды, жауап бересің. Бол, қысқа. Не айтады? Вот не айтады. Олар тегін сұраған жоқ. Мына жалақысы ең төмен қызметкер деп. Мына айлығың неше десе, не дейсің сен? Өзіңіз білесіз ғой? Қайсы бірің айлығың есімде жүреді менің, айтса енді. 60 мың ғой айлығым. Жалақым 60 мың. Айтпа олай. Көбейтіп айт. Қазақстанның атын сөйлеп тұрғаннан кейін. Айлығың неше десе, 500 мың де. 500 мың де. 500 мың де. Иә. Де. Кімнің? Сенің айлығың неше десе, 500 мың де. Ойбай, мынан біздің қатын естімесін, құлайды ғой институт алып. 500 мың асам не алып жүрмін ауылда, Алматыға келмеймін ба? Бер қара, 500 мың деп айт. Министрлер айтып жатыр ғой, Қазақстанда орташа айлық 500 мың деп жатыр. Айтып, сойсана қолын алжағын қасына бермей тұрсыншы. Бәрі қасым.
бәрібір істей аламын. Жалақың қанша десе 500 мың деп айт. Солай айта берші. Құрсын, аға кім? Басеке, мен өтірік айта алмаймын. Өтірік айта бер, кім біліп бара жатыр. Солай айтатын болсаң, мынау демалысқа шықпаған, отпускіге шықпаған неше уақыт болды сен? Ой, отпуск деген емес, мен осы завод құрылғалы бері шыққан жоқпын. Так, айлығым 500 мың деп айтатын болсаң, бір айға жіберем отпускіге. Міне ғой. Айтсай басын істей ма? Өтірік айта берейін ба? Айта бер өтірік, кім біліп бара жатыр? Бір айға жібересіз ба? Иә. Болды, айтамын. Негізі өтірік айтпаймын мен. Бірақ сіздер ұялмағасын мен қайтып аламын да, айта берейін. Айта бер. Ой, тоба, мына бастықтар не байт десе бәрі өтірік айтады ма? Шо мен міне, қой құрсын, жұмысыма барам, жұмысымнан келем, 60 мыңды алам болдым ба, басқа. Так, тағы не сұрақ? Мына заводтың бәрі мен сыбар келгем, анам бәрі мен. Тұршышы. Тағы не сұрақ болуы мүмкін? Так, Басеке, шетелден келе жатыр. Оларға қазақтың отбасы қызық. Бала-шағасы, бала-шағаң бар ғой, ә? Аллаға шүкір. Қанша бала-шағаң бар? Бір ұл, бір қызым бар. Айтпа өйтіп, көп айтып айтсайшы, қазақтар көп балалы деп айтады. 2 бала деп айтпа. Қанша балаң бар десе, 10 балам бар де. Айта берсей, 7 ұл 3 қызым бар де. Қанша балам бар? 7 ұл 3 қызым. 10 бала-шағам бар де. Қазақ позор етпей 10 балам бар де. Олар қаяқта? Ой, Ең осы түрін көрсетсіңдерші білікті. Айта берші солай. Өтірік айта бер. Солай айтатын болсаң, 2 айға отпускіге жіберем. Бір айлығыңды қосып берем. Қасынбай тұр. саған, Басеке. Қысып атыр ғой, айтем, қысып атыр ғой. Қандай сұрақ? 500 мың айлық, 10 балам бар. Так, Басеке, американдықтар бар ғой, бұның бар ғой, айлығы көп, баласы көп, тұрғын үйі қандай, тұрмыс жағдайы қандай деген сұрақ оларды мазалап. Үй бар ма, үй қандай сұрау мүмкін? Бар шығар, айта берсе енді үйіңді. Кімнің? Сен Көрмеймін, мен квартирада тұрам ғой. үйің жоқ па сенің? Айтиде квартира тұрмын, Айти деген ауылда квартирада тұрам ғой. Квартирансың ба сен? Не үйің жоқ сен? Сіз өзіңіз жауап берсіз соған, не жоқ деп. Не үйің жоқ дегеніз, денізім. 60 мың атаң басына үй аласың. Тыңдай, Ба олай. Үйің бар деп айта бер. Қаланың орталығынан 5 бөлмелі үйің бар деп айта бер. Айта бер, Есентай молға қарама-қарсы домда 5 бөлмелі үйім бар. Біз Әл-Фараби тұрам десе, ішінде ремонт, евроремонт айналып кеткен. Фонтан, воротаң алдында 2 арыстанның басы тұр деп памятнигі бар. Ұр солай. Жоқ, сендер кім туралы айтып жатсыңдар? Олар ғой. Мен туралы айтып жатсыңдар ма? Конечно, сен туралы. Сен туралы айт. 5 бөлмелі үйім бар деп айтшы. Солай айтсаң, 3 ай отпускіге жіберем. 2 айлығыңды қосып берем. Болды, онда 3 айға жібересіз, 2 айлығын бересіз. 2 айлығын берем. Болды, өтірік айта берем, айлығы 500 мың екен. Өтірік айта бер. 10 бала-шағаң бар? Бар екен. Бар. Бар ма? Бар, үй. 5 бөлмелі үйім бар. Ойбай, не алып жүрмей онда? Басеке, шетелден келе жатыр. Олар шетелге шығып тұра ма, қазақтар деп сұрау мүмкін. Шетелге шығып тұрасың ба десе не дейсің? Шығам? Молодец, көрдіңіз ба? Міне үйреніп келе жатыр. Так, бит. Бізді бастық жыл сайын шетелге қыдыртуға жібереді деп айта бер, ма? Басекең жыл сайын жібереді деп айта бер. Қай жерге бардың десе не дейсің? Ауылға? Ауыл саған шетел ма? Сол айтам. Айтсайшы анау, ұзақ жерлерде айтсайшы басқа мемлекеттер. Турцияны айт, Стамбулда болдым, Дубайға бардым. Айта берсе, Европаны араладым деп айта берші. Айта берсей, Мальдиваға бардым, мал болып шомылдым десей, бұл сөйтіп айтсай. Солай айтатын болсаң, 3 ай отпуск. 3 айлығыңды қосып берем. Мынау не деген, Ядып айтсай болды ғой. Өздерді өтірік айта берейін ба? Айта бер. Айта бер. Құдай кешірсін мені. Жоқ, 3 айлығын қосып бересің. Айлығыңды қосып берем. 3 айлығын қосып берсе, 3 ай отпускі. 3 ай отпуск. Болды, айтамын. 3 айлығың. Жоқ, 3 айлығын қосқанда қанша болады сонда? 180 мың, санаямайды да бұл. Ойбай, үйге қонбаймын. Мына үсті болмайды, киім ауыстыру керек. Бол. Басеке, уайымдамаңыз. Менің кабинетімде, Баука, су жаңа костюм шалбарым бар. Соны кигіз, үсті басын жу, душқа түсір, қасынбай тұршы. Сосын бірінші очередь бұтында гамашын шешші мұнан. Гамашын өрте жіберем. Қойын. Не білеген? Жынмамын, өртейін емес. Қатын екеумізді бір гамаш қойын. Бетіне қарап атқан бір гамаш. Ол мектепте пол жуат, түске шейін сол кет, түсеге мен киіп кетем. Екеуіңде бір-ақ гамаш ба?
16 КамАЗ. Ей, бич, бірақ КамАЗ, өртеме КамАЗ. Біреу КамАЗды шешіп ал да, таксимен әйеліне беріп жібер болды. Яндекспен ба? Я. Пицца ұстап берейін. Қатынға берсеңдер, анау азын жұмысқа барамай қалады. Әйеліне Беріп жібереді. КамАЗын Сосын талқылап үшін. бүйтіп мына басындағы каскасын ауыстыр. Көзін жыпылтатпа менді, көзін жыпылтатпа. Қойдырам оны. Сен түсінші, бүкіл қазақ саған қарап тұр, түсіндің ба? Бүкіл қазақ елі қарап тұр. Димаш құдай білгенсің десей. Я, Сондайсың. Головкинсің десей. сондайсың сен. Америка ғой. Бірақ олар өтірік айтып жатқан жоқ қой, мен өтірік айта берейін ба? Айта бер, айта бер. Айта бер. Кім біліп тұр? Тәуекел, сендер ұялмасыңдар, мен ұялам ба? Завод сатпай, Заводтың аты Ойдағында айлығын 500 мың. 500. Ол бала шағаң бар. Менің ба? Иә. Есентай молға қарама қарсы 5 бөлмелі үйің бар. Шетелге қыдырып тұрасың. Болды. Малдиваға барасың, мал боласың бұл. Болды. Тәуекел халқым. Не алайын? Болды Бар, Басеке. шомылдыр. Жу, Жүр кет. менің одеколоным сеп шайымай, шомылдыр Хорошо, шымдан. хорошо. Махма, жақсы давай. Давай, жүр. Бар. Басеке уайымдамаңыз, Басеке. Өзім бәрін қатырам. Қоша шанан камасын. Қотырсың ба, таста бер.